Қайырлы кеш. Қалдарың қалай? Достар, бүгін не істейсіңдер? Мен бүгін серуенге шығамын. Достармен серуендейміз. Ендеше бүгінгі подкастта достарым туралы айтамын. Менің 4 жақын досым бар. Біз бәріміз студентпіз. Біз бала кезден доспыз. Әрқашан бірге жүреміз. Бірінші досым Айдана. Айдананың бойы ұзын. Оның шашы да ұзын. Және қара түсті. Айдана өте көңілді қыз. Ол әрқашан әзілдейді. Достардың тобында өте көп сөйлейді. Екінші досым Данияр. Даниярдың бойы аласа. Шашы қара және қысқа. Данияр тобымыздың әншісі. Ол бізге ән айтып береді. Әрқашан жасыл күртешесін киіп жүреді. Оның мінезі тұйық. Өзі сондай тыныш жігіт. Бірақ достармен көңілді жүреді. Үшінші құрбым Ғалия. Ғалия өте сүйкімді қыз. Оның шашы қоңыр, ұзын әрі бұйра. Маған оның бұйра шашы ұнайды. Ғалияның бойы аласа. Ғалия әрқашан биік өкшелі аяқ киім киеді. Ол өте жақсы оқиды. Құрбым мен білетін ең мейірімді адам. Ғалия менің ең бірінші құрбым. Екеуміз бірге оқимыз. Сондықтан бір-бірімізді күнде көреміз. Енді соңғы досым жайлы айтайын. Ол Асқар. Асқармен біз жақында таныстық. Бірден дос болып кеттік. Асқар өте шулы жігіт. Оның бойы ұзын, өзі ақ құба. Шашы қоңыр және қысқа. Асқар жаттығу залына барады. Тобымызда ол ең ірі жігіт. Ол барабанда ойнай алады. Әрқашан әзілдеп, тез достасады. Міне, бұл менің достарым. Біз әр демалыс күндерін жоспарлаймыз. Өйткені бұл күндерді бірге өткіземіз. Серуендейміз, кинотеатрға барамыз, немесе караокеге барамыз. Ал сенің достарың қандай? Сен олармен қалай уақыт өткізесің? Өз достарың жайлы айтып берші. Подкасттан өзіне жаңа сөздерді жазып ал. Және достарыңмен бөлісуге ұмытпа. Кездескенше.